Елімізде сапалы және бәсекеге қабілетті өніммен қамтамасыз ету кәсіпкерлердің басты мақсаты. Елбасымыздың тапсырмасына орай, олардың еңбектерін ынталандырып, лайықты бағалау үшін 2006 жылдан бері өңірлік және республикалық Қазақстан үздік тауар көрме байқауын ұйымдастырып келеді. Оның нәтижесі жаман емес. Кәсіпкерліктің түрлері жылдан жылға дамып, олардың шығарған өнімдері күллі елге танымал бола бастады. Конкурстың басты мақсаты осы Қазақстанда өндірілген өнімдердің сапасын көтеріп, белінше осы бәсекеге қабілетті болуы басты мақсаты осы. Биылғы жылғы конкурстың ерекшелігі, бұған дейін конкурсты жаңа билік мемлекет тараптан өткізіліп келетін болса, биылдан бастап кәсіпкерлердің ұлттық палатасы осы конкурстың ұйымдастырушы болып табылады. Барлық деңгейлі әкімдіктер көмек жасайды, бірлесіп жасайды. Биылғы көрмеге облысымыздан 25 тауар өндіруші өз өнімдерін әкелген. Олардың ішінде халқымыздың ең қажетті азық-түлік өнімдері нан, кәмпит, ірімшік, сүт, құрт, сары май, қазы-қарталармен бірге іштен шөлінді қандыратын дәрумені мол қымыз шұбаттар да бар. Сондай-ақ көкөніс жемістерден өндірілген сок, томаттардың бәрі де үстел үстінде жайнап тұр. Рахила Смаева Қылыш шаруа қожалығының басшысы. Кәсіпкерлікпен 2012 жылдан бері айналысып келеді. Ата кәсіп мал бағады. Бұл күндері Тосан ауылының 15 адамын жұмыспен қамтып отыр. Ауыл шаруашылығын жандандыруда мен 2012 жылдан бастап Қылыш шаруа қожалығын құрдым. Енді қазір сол ет және сүт бағытында жұмыс жасап жатқан жайымыз бар. Соның өнімдері мынау ет, сүт және қымыз, ірімшік өндіріп жатырық. Бәрі отандық өнім. Елбасымыздың үлкен көмегінің бағдарларының арқасында жақсы жетістіктерге жетіп жатырмыз. Сонау Аралдан келген Құдайберген Құлманбетовтың есімі елге бұрыннан таныс. Қанмен келген зергерлік өнердің республикамыздағы асқан шебері. Өнімдері тек елімізге ғана емес, шетелдерге белгілі. Бойына тек зергерліктен де басқа бірнеше өнер дарыған. Көптеген байқаулардың жеңімпаз атанып, аймақ намысын қорғап келе жатқан қолөнер шебері. Өнер өлмейді дейді. Оған дәлел ретінде мен өзім әкем ұстазым, кішкентайымнан кітайымнан баулыда. Ол кезде советтің заманы өнерге, мына қолөнерге шамал қысымдау болды. Сөйтіп маған зергерлікті түнде үйретіп кетті әкем, жасырын түрінде. Кейін мына егемен ел болғасын, заман өзгергесін, бұны ашық түрде істедік. Сосын мен баяғы кәсібіме қайттан келіп, қолөнермен айналысып келатым қазірге шейін. Атап айтқанда енді әртүрлі көрмелерге қатысам, сол жалғыз зергерлік емес, енді ағаштан, мүйізден, теріден бұйымдар жасаймын. Биыл Аралтұз акционерлік қоғамының құрылғанына 90 жыл толып отыр. Қазір мұнда 700-800 адам жұмыс істейді. Жылына халыққа 250-300 тоннадай ас тұзын өндіреді. Тұздары шетелдерге шығарылуда. Экспортқа шығарып жатырмыз. Қырғызстан, Россия, бүкіл Россияге шығарып жатырмыз. Осы 5-6 жыл болды. Россия көп алады қазір. Екі заводымыз істеп отыр, испанский, украинский. Облыс әкімінің орынбасары Серік Қожаниязов көрмеге алып келінген тауарларының бәрін аралап көрді. Брусчатка шығаратын мир, қиыршық тас, гипс, бор өндіруші шиелі тас, мұнайшы КМПЗ өндірістік ұжымдарына ризашылық білдірді. Көрме соңынан ол өндірістік мақсаттағы тауарлармен бірге халық тұтынатын сосын үздік азық-түлік тауарларына аймақ басшысы мен облыс кәсіпкерлік палатасының 1-ші, 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломдарын табыс етті. Жеңімпаздар қыркүйек айында өтетін республикалық байқауда облыс абыройын қорғайтын болады. Исмұрат Құрбанбаев, Дасан Ахметов, Айдос Аман, Идер Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.